Қоғамдық орында балағат сөз айтқандар 69 мың теңге айыппұл төлейді. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексте ұсақ бұзақылық үшін айыппұлдың көлемі артты және қамауға алу мерзімі ұзартылды. Ұсақ бұзақылыққа қоғамдық жердегі балағат сөз айту, жеке тұлғаға жармасу, ғимараттарды және басқа да құрылыс нысандарын, қоғамдық орындарды, тұрғын үйлерді, көліктегі мүлікті қорлау және тағы басқа қоғамдық тәртіпті бұзатын әрекеттер жатады. Ол үшін айыппұл көлемі 69 мың теңге, ал қамауға алу мерзімі 5 тәуліктен 30 тәулікке дейін болады. Осы өзгерістер наурыз айынан бастап күшіне енеді. Енді бір нәрсеге ашулансақ, қап әттеген-ай, шіркін-ай, тұқымың өскір, бақытты болғыр деп сөйлейміз бе? Сондай-ақ соңғы жаңалықтарды тыңдау үшін біздің арнамызға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.